Шарананы сүт анаға беру салты. Меккенің ауа райы өте ыстық. Жыл бойы шіліңгір аптап шыжып тұратын. Тыныс тарылтатын қала ауасы әсіресе жаңа туған сәбилер үшін қолайсыздау. Ал даланың ауасы да, суы да әлдеқайда таза. Сахараны мекендейтін кейбір тайпалардың тілдері де тазалығын жоймаған. Адамгершілік тұрғысынан да өзгелерден жоғары. Осы себептерге байланысты сол дәуірде құрайшыттар ұрпағының денсаулығы мықты, тілі жатық, тәрбиелі болып өсу үшін Меккеден ұзақтау шөл даланы жайлаған кейбір рулардың әйелдеріне балаларын беріп, ақы төлеп емізуді әдетке айналдырған. Кейде бала сәби шағынан бастап ер жеткенше сүт анасының қасында қалатын. Жайлауды жайлайтын көптеген тайпа елдері Меккеден бала алып емізуді күнкөріс көзіне айналдырған. Әсіресе Сағд ибн Бәкір тайпасының әйелдері жылына бірнеше рет топ-тобымен Меккеге келіп, үйді жағалап емізетін, бала іздейтін. Сағд ибн Бәкір тайпасы адамгершілігімен, ата салты қадір тұтып, ана тілін қастерлеумен ерекшеленетін. Сондықтан құрайшылықтар көбінесе жаңа туылған балаларын осы тайпаға аманат ететін. Кішкентай Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам Суайба есімді әйел емізіп жүрген тұста Сағд әулетінің басына қара бұлт үйіріліп, бұрын-соңды болмаған құрғақшылықтан халық әбден қиналады. Құрғақшылықтың салдарынан елді жұт жайлап, тайпа халқы бейшара халге түседі. Азық-түлік таусылып, мал азып, сүт қат дүниеге айналған. Қиындықтан шығудың амалын қарастырған Сағд ибн Бәкірлердің әйелдері жиналып емізетін бала іздеп, соның ақысына жүрек жалғар азық алмақ оймен Меккеге келеді. Келгендердің бәрі бір-бір сәбиді құшақтап, қуанып елге қайтады. Жоқшылықтың зардабын тартқандықтан болса керек, кішкентай Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам жетім болғаны үшін ешкімнің алғысы келмейді. Бәрінің ойы жетімнен түсер, пайда аз, көмекте болмашы. Меккеге жолдастарынан кешеуілдеп қалып, соңынан келген Халима есімді әйел күйеу екеуі арық есектеріне кезек-кезек мініп, әрең жеткенде емізерге бала қалмағанын көріп, қатты қынжылады. Басқа елдер ауқатты отбасыларының нәрестелерін құшақтап, мәре-сәре боп үйлеріне қайтқан шақта, байсалды да салиқалы, жүрегі мейірімге толы Халима Алланың өзіне бұйыртқанынан бейхабар күйде уайымға шомып, қала көшелерін оңды-солды кезеді. Ұяңдық пен ибалылық есетін жүзінен шарасыздық аңғарылады. Әрлі-берлі амалсыз аяңдап жүрген оған алдынан жүзі жылы қария кездесе кетеді. Бұл пайғамбарымыздың атасы Әбділмүтәліп еді. Бір көргеннен-ақ олар бір-бірінің дертіне дәрмен болардай жанарлармен ұғысты. Бірінші болып сөзге тартқан Әбділмүтәліп: «Сен қайдан келдің?» деді. «Сағд тайпасынанмын». «Атың кім?» «Халима». «Ғажап, не деген үйлесімділік! Сағд пен Хилім қосылса, дүниенің қайыр берекеті де, ақыреттің ізет құрметі де сонда болмақ», деп күрсінді де: «Ей Халима, менің бір жетім немерем бар. Келген әйелдердің ешбірі оны алғысы келмеді. Саған аманат етейін, бәлкім Шарананың құрметіне, бақытқа, берекетке кенелерсің», деді. Халима күтпеген ұсынысқа әу дегенде күмәндана қарады. Бірақ ауылына бос қайтқысы да келмеген. Сондықтан іштей ұсынысты қабылдаса да, күйеуімен ақылдаспақшы. Болған жағдайды жолдасына баяндап болып, мұнан басқа бала да жоқ, неге екенін қайдам, жетімде болса да бүйрегім осы балаға бұрып тұр. «Алайық», деді. Харис қашанғы салмақтылығына салып, жетімнің де өз нәсібі бар, Құдай деген жанбыз ғой, алсақ алайық, деп келісе кетті. Екеуі Әбділмүтәліпке келіп келіскендіктерін айтады. Әбділмүтәліп Халиманы нұрлы да
сырлы Әминаның қарапайым лашығына ертіп келеді. Халима сәбидің жанына келгенде өн бойы нұрға толы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам биязы жүннен тоқылған құндаққа оралған күйі жасыл көрпешенің үстінде ештеңеден бейхабар тәтті ұйқы құшағында. Бөлме ішін жайылған сәбидің хош иісін сезбеу мүмкін емес. Халима бір көргеннен-ақ балаға іш тартып, қуанышын тілмен айтып жеткізе алмады. Емізетін нәресте таппай қиналып тұрғанда аяқ астынан мынадай сәбиге ие болу не еткен бақыт. Халима шыдай алмай баланың қасына жақын барып, көрпенің шетін жай ғана көтеріп, мақтадан мамық, сүттен ақ, гүл иісті қолынан, маңдайынан аналық мейіріммен иіскеп сүйді. Сол сәтте сәби көзін ашып, Халимаға қарап күлімсіреді. Екі жақ келіскендей болды. Бірі емізетін нәресте таба алмай мұңайған анаға, екіншісі ешкімнің алғысы келмеген нұр жетім. Сөйтіп тағдырлар тоғысты. Нұр жетім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Халиманың құшағында. Қанша күннен бері суалып, бір тамшы сүт тамбаған омырау сәби еме бастағаннан-ақ тырсылдап толды. Халиманың да күйеуі Харистің де таңданысында шек жоқ. Халима ана мұнан былай қарай оң жағымен Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам, сол жағымен өз ұлы Абдулланы емізбек. Халима нұр жетімді құшағына алған күйі атасымен, анасымен қоштасып жолға шықты. Әмина ана сәбиінен жылай-жылай айырылып Халимаға қайта-қайта тапсырды. Жолай ерлі-зайыптылар бір жерде түнейді. Таң ала кеуімде Харис түйелерін сауға барады. Ғажапқа қараңыз, інгендердің бәрінің желіні тыртылдап, сүт шүмектеп ағып тұрады. Қуанғаннан Халимаға сен алған нәрестенің мүбәрәк хайырлы екендігіне еш шүбәм қалмады деп дауыстайды. Халима да оны қостап, менің де үмітім мол деді. Мекке артта қалды. Халима баяғы кәрі есегіне мініп, құшағына сүт баласын алды. Есек алды артына қарамай желе жөнелді. Жылдамдығында шек жоқ. Тіпті өзінен күн ілгері жолға шыққан әйелдерді қуып жетіп басы бозған сәтте артта қалғандар: «Әй Халима, саған не болған? Бізді неге тастап барасың? Есегіңді ауыстырғансың ба сірә?» деп шуылдасып қала берді. Есек бәз баяғы есек болатын. Тек айырмашылығы оның үстінде дүниенің сұлтаны кетіп бара жатқанды. Осынау игі құрметке ие болған жануар да ескі аяңын ұмытқан. Халима жолдастарына бұрылып, бұл сырды өзімде ұқпай келемін. Не болса да жақсылықтың бары рас, деді. Алайда топ әйелден бірде-біреуі мәселенің астарын ұға қоймады. Мұның бәрі нұр жүзді нәрестенің келешектің пайғамбары екендігінің белгілері еді. Жолда осындай түсініксіз жайттарды бастарынан кешірген Халима мен Харис ауылдарына келіп жетеді. Сол күннен бастап болашақ ғаламның рахым пайғамбары Сағд әулетінің ауылын мекендей бастайды. Ауылдың азғын ахуалын тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Қайда қарасаң да көретінің құрғақшылық, құнары қашқан топырақ, ашқан бұратылған халық, көтерем мал, суы тартылған құдық. Тек бір ғана шаңырақтың берекесі асып-тасып төгіліп жатты. Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам әкелген күннен бастап Харистің дастарханы нанға, өрісі малға толды. Жануарлары жайылымнан, желіндері жер сызып қайтатын. Отбасының көңілі тоқ, уайымы жоқ. Өзгенің малы оттауға шөп таба алмай ыңыршаға айналып тұрса, бұлардікі күннен күнге семіріп барады. Мұны көрген көрші көлем бақташыларын қарғап сіледі.
Елдің малы семіздіктен жарылғалы тұр. Солардың барған жеріне қарай айдасаңдар қайтеді? Жоқ дей бергеннен бірдеңе шыға ма? Таңның атысы, күннің батысы, еңбектенгендіктеріне қарамастан, бақытты ашылардың да еңбегі еш, тұзы сор. Қожайындарына қалай түсіндірсе де ештеңе шықпайтынын ұққан олар үндемей құтылудың жөн санайды. Алайда шопандар да, қожалары да Харистің малдарындағы өзгешілікті түсіне алмай әлек. Әлбетте, мәселенің астарында көпке беймәлім сыр барды. Бұл себеп әзірге Халима мен оның күйеуінен басқаға жұмбақ. Келіп сұрағандарға Халима, оның өріске де, шөпке де еш қатысы жоқ. Береке Меккеден қайтқан шақта басталды. Бұл да ұлы Раббымның бергені болар. Біз бергеніне береке деумен өмір сүріп жатқан жандармыз, деп қана қоятын. Бақташылар оның айтқандарынан ештеңе түсінбеді. Дегенмен таңданыстары орынды еді. Барша әлемдердің иесі Алла тағала өзінің ең сүйікті пендесі Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам бауырларына басып ақ сүтін емізгені үшін Халиманың үйіне береке, көңілдеріне мереке сыйлаған. Халима мен Харис мұны іштей түйсінді. Нұр жүзді бүлдіршінге ерекше ілтипатпен қарады. Қараған жанның сұғынан сақтап аялап бақты.